Так, балдар, ассалаумалейкум, қалайсыңдар? Бізде бүгінгі презентацияның тақырыбы ойын ережелері және ойын рухы, правила игры и дух игры деп айтылады. Сол туралы презентацияны өткіземіз сіздерге. Түсінікті ма? Өздері қалай түсінесіздер? Дух игры, правила игры дегенге бір-екі ауыз сөздер айтып жіберіңдер. Как понимаете? Түсінік бар ма? Сосын ұялмадыр айта беріңдер. Поддерживать друг друга. Молодец, сосын правила игры дегенді қалай түсінесіздер? Ойын ережелері. Но если не будет соблюдать правила, может сломаться. Дальше. Судьями испортит друг друга. Иә, сосын примерно қазір осы сияқты талқылайтын қалып мақсаты мен міндеттері болады. Негізгі мақсаты бұл біз туралы айтылған жаттықтырушылар футболды оқыту тек ойыншылардың техникалық, тактикалық, физический қасиеттерін дамыту мен шектелмейді. Сонымен қатар ойын рухын фейрплей дамытумен, фейрплейдің қағидалары және футболдағы құрмет мәдениетінің негізін құрайтын адамгершілік, мінез-құлық және әлеуметтік құзыреттерді жүйелі түрде тәрбиелеуді қамтитын туралы тұтас кәсіби түсінік қалыптастыру. Түсінікті ғой да? Примерно түсінікті ғой балалар, фейрплей манағыдай. Понимание бар ма фейрплей не екенін? Қазір дальше осыны ары қарай көрсетеміз. Міндеттері, мақсаты мен міндеттері. Тақырыпты меңгеру нәтижесінде жаттықтырушыларды мыналардай үйренуі тиіс бұл. Футболшылар тек ойыншы ретінде емес, тек футболист ретінде емес, тұлға ретінде. Біз сіздерге айтамыз да, ең бірінші өмірде адам болып қалыңдар. Футбол ертең көрген футболист боласыздар, болмайтындар бар. Но дисциплина, адам болып қалу, сол спорт сендерді соған тәрбиелейді деп айтамыз да? Айтамыз. Балаларға, серіктестерге, қарсыластарға және төрешілерге деген құрмет сезімін қалыптастыру. Біз айтамыз да, судьямен сөйлеспеңдер, қарсы сөйлемеңдер, мұсыңызға шығып кетесіңдер, уважать ету керекпіз. Осы бәрі қарастырылған. Адалдықты және жауапкершілікті және өзін-өзі ұстай білуді дамыту. Мысалы жақсы, басқа біреудің сопернигі келеді сені мысалы боқтап келеді. Сен сол жерде барып онымен төбелеспей өз-өзін ұстау керексің. Потом уже сенде футбол. А сен сонымен айқайласып қырылдың, красный алып қойдың, команда подвоить етіп алды деген сияқты. Түсінікті ғой? Жеңіс пен жеңіліс жағдайында лайықты мінез-құлық, вот это характер міне балдар. Жеңіс пен жеңіліс әрдайым бірге жүреді, одан бәріміз өтіп жатыр. Сондай кезде өз-өзін ұстау, сынып қалмау бағанағыдай. Түсінікті ғой? Салауатты орта қалыптастыру. Барлықтарыңыз спортсменсіңдер. Барлықтарыңыз бір-біріңді поддержать етіп, бір-біріңді қолдап, салауатты ортаны қалыптастыру керексіңдер. Агрессия, қақтығыстар және токсический мінез-құлықты алдын ала болжай білу керекпіз. Мысалы, араларында біреу болатын токсик. Ой, мынау ойнай алмайды, мынау пас бере алмайды, анау өйте алмайды, мынау бүйте алмайды дейтін. Осындайда болдырмау керекпіз командада. Түсінікті ғой? Дальше ары қарай осылай кете береді. Футбол арқылы әлеуметтік тұрғыдан жетілген тәртіпті және адамгершілік тұрғысынан тұрақты тұлға қалыптастыру керекпіз. Кеттік дальше. Футбол ойынның ережелері, вот правила игры. Футбол жер бетінде ең ұлы спорт түрлерінің бірі. Бәрін ойнайтын шығарсыздар олар. Да? Қазір қандай чемпионат мені болып жатыр, барлық әлем қарап жатыр. Футболда тек мектеме ереже болу. Әрбір спортта әрбір өзінің ережелері болады. Ереже ойынның әділдігін сақтау керек. Правила не үшін ереже? Ойынның әділдігін сақтау керек. Өйткені әділдік әлемі ойыншының және футбол рухының маңызды негізі. Ең үздік матчтар, төрешілер, байқалмайтын матчтар, себебі ойыншылар бір-біріне матчтың ережелердің тұтастығы мен олардың қолданылатын төрешілердің беделі. Пример түсіндік қой балдар, да? Давай дальше. Футбол ойынның ережелері. Бұл футбол ойынын өткізу тәртібінің айқындайтын регламент. Барлық жарыстар соған сәйкес өткізілуі тиіс. Қазір біз футбол ойнап, бізде не бар? Ережелері бар. Пример түсінікті балдар, қараңдар. Барлық қатысушылар үшін тең жағдайлар қарастырылу керек. Отырайындар, кіріп отырайындар. Барлық қатысушылар үшін тең жағдайларда қамтамасыз ету керек. Әрбір ойыншының денсаулығын қорғау керек.
матч барысында тәртіп пен дисциплинаны бақылау керекпіз. FIFA, IFAE ұйымдарының бірыңғай халықаралық стандарттарын сақтау керекпіз. Футбол ойынның ережелері келесі негізгі мәселелерге регламенттейді. Ойыншылардың саны, мысалы, біз қазір чемпионат арасында ойнап жатырмыз. Былай алайық, қарсыласымызда 10 игрок, біздер 11 игрокпен ойнай аламыз да, ойын бастай аламыз да, олай бастай алмаймыз, дұрыс па? Немесе оларда 9 игрок, бізде 11 игрок, біз өйтіп ойнай алмаймыз, дұрыс па? Равный болу керек, сөйтіп басылады, каждый ережелері болады өзінің. Уақыты болады ойынның. Қарсыластарға ойын алаңының өлшемдері болады, размер поля дейді ғой, ойын алаңның өлшемдері. Футбол добына қойылатын талаптар, ерекше бұзушылық түрлері және оған қолданылатын тәртіптік шаралар, ойынның басқа да ұйымдастырушылық және техника аспекттері. Сонымен қатар 2018 жылдан бастап ойын ережелеріне бейнеталдау жүйесі бар енгізіліп, бәріміз білеміз, дұрыс па? Назар қойшы. Қара, ойынның ережелерінің ойын ереженің қолжазба түпнұсқасы 1863 жылы Эбенезер Морлидің қолымен жазылған, бір адамның қолымен жазылған бұл деген правила. Қазір офсайд, боковой, аут дегендер бар ғой. Сол мына 1863 жылы бір кісі қолымен жазылған. Қазіргі уақытта бұл тарихи құжат, документ Англияның Манчестер қаласындағы ұлттық футбол музейінің қолында сақталып тұр екен. Көрдіңдер ме? Мынандай информация білдіңдер ме? Білген жоқсыздар, дұрыс па? Давай кетті. Футбол ойынның ережелері бағана атап өткендей 17 ережесі жазылған. Футболда ойынның ережелерінің заманауи нұсқасы халықаралық футбол қауымдастықтар кеңесі тарапынан әзірленіп, FIFA арқылы ресми түрде жария етілді. Ереженің соңғы редакциясы 2026 жылы 17 бөлімнен тұрады. Бағанадай бірінші ереже ойын алаңы поля болуымыз керек. Доп, футболисттер, ойыншылар киім жабдығы, экипировка кию үшін деді ме? Сол айтылған туристші болу керек обязательно. Матчтың басқа да ресми тұлғалары. Бұны қалай түсінеміз? Матчтың басқа да ресми тұлғалары дегенді. Ояқта бізде кімдер бар? Жанкүйерлер бар. Сосын тренерлер, сосын врачтар бар, дұрыс па? Судьялар бар, молодцы. Так, ойынның уақыты, ойынның ұзақтығы болады. Ойынды бастау және қайта бастау. Доп ойында және ойыннан тыс болған жағдайлар. Матч нәтижесін анықтау, ойыннан тыс қалу офсайд, ереже бұзушылықтар және тәртіпсіз әрекеттерді анықтау, айып тоққысы, айып еркін соққы, штрафной дейді ғой, және пенальти, 10 метрлік соққы. Бүйірден допты ойынға қосу дегенді қалай түсінесіздер? Бүйірден допты ойынға қосу. Молодец, ауыттан допты бастау. Қақпадан допты ойынға қосу. Данила, бұрыштама доп. Бұрыштама деген не? Молодец, давай, кет. Осы ережелерді білу керекпіз. Серіктестерге құрмет көрсету, балдар, соперниктерімізді уважать ету керекпіз. Түсінікті ғой? Футбол өзінің мәні бойынша командалық ойын, тіпті жоғары деңгейдегі жеке шеберлікте серіктестермен сапалы өзара әрекеттесіп тұрақты нәтиже бере алмайды. Футболда серіктес деген құрмет абстрактты жақсы қарым-қатынаста емес, нақты мінез-құлық арқылы көрінеді. Серіктес ол сен командаласың. Мысалы, бір-біріңді понижать етпесеңдер, біреу жақсы ошибаться етемez, сендер үстінен давить ететін болсаңдар, ол адам футбол ойнағысы келмей қалады, жалайысы болмай мүмкін. Сол үшін сенім мен қолдау көрсету керекпіз бір-бірімізге. Жақсы, Алихан бізде ошибаться етті ма? Дома подсказывает, весь команда подсказывает, пенальти салмай алма, ладно, бір-біріңе сеніп, бір-біріңе қолдау көрсету керексің. Түсінікті ғой? Дұрыс коммуникация және құрмет. Айтамыз да біз, как тренер айтамыз да, дұрыс коммуникация, құрмет айтамыз. Әр ойыншының үлесін мойындау. Қателіктерге төзімділік және көмектесуге дайын болу, бір-біріңе көмектесуге дайын болу керек. Қорлау мен айыптаудан бас тарту керекпіз. Бір-біріңе төбелесіп, бір-біріңе қырылып, бір-бірінің заттарында тарту алу, ондайдан бас тарту керекпіз. Түсінікті ғой? Жас ойыншылар үшін бұл аспект ерекше маңызды. Өйткені олардың өзін-өзі бағалауы әлі де айналасындағыларға реакциясына өте тәуелді болады. Серіктес тарапынан көпшілік алдында айыптау, келемеждеу немесе
ашық түрде түсіргенде баланың өзіне деген сенімін айтарлықтай әлсіз етуі мүмкін. Түсініп отырсыңдар ма? Команда ішінде ең токсический мінез-құлық түрлері. Команданың, любой команданың ішінде осындай кездеседі. Мен де байқадым. Қателіктен кейін айыптау бола ма ондай? Соған жол бермеу керекпіз. Агрессивті сын, бір-бірін боқтап айқайлап жатады, дұрыс па? Ондайды болдырмау керекпіз. Әлсіз ойыншыларды елемеу. Түсініп отырсыздар ма? Жақсы, біреу мысалы бір жер ауырып тұрған шығар, ойыны шықпай жатқан болар. Ондайды елемей, оған бір-екі ұстап, оған да келмей жүр, ондайға жол бермеу керекпіз. Түсінікті ғой? Топтарға бөліну. Отдельно бір команда болып, отдельно бөлініп жүруге болмайды. Бәрі сплоченный бір команда болу керек. Түсінікті ғой? Мазақ ету, сарказм, көшбасшылардың өзара артықшылығын ашық көрсетуі, команданың лидерлері болады ғой. Вот солар өз-өзін басқа балдардан жоғары ұстамау керек. Керісінше бәрі бірдей болып, оларға көмектесуге тырысу керек. Түсінікті ма? Ауыстай ұрамын, қарап жүргенші. Жүріп өтін екен уақыт. Вот енді қарсылас соперник келіп жатырмыз, олар қарсыласқа құрмет көрсету. Қарсылас деген қарым-қатынас, қарсыласқа деген қарым-қатынас. Ойыншының спорттық мәдениет деңгейін дәл көрсететін маңызды көрсеткіштердің бірі. Уважайте соперник деп айтамыз да? Осы. Футболшының қарсылас командасын қалай қабылдайтыны, тартысты күреске қалай жауап беретіні, жеңіс немесе жеңіліс жағдайында өзін қалай ұстайтыны, оның тәрбиесін ғана емес, сонымен қатар спорттық тұлғасының қаншалықты қалыптасқанын да көрсетеді. Қарсыласқа деген құрмет нақты ұстанымдар арқылы қалыптасады. Қарсыласқа деген құрмет нақты ұстанымдар арқылы қалыптасады. Қарсыластың қадір-қасиетін мойындау керекпіз. Олар да сендер сияқты футболистер, олар да сендер сияқты тер төгіп, пахать етіп жұмыс жасап, сендермен бірге жарысқа келеді. Түсінікті ғой? Әр команда алаңда нәтиже үшін күресуге толықтай құқылы болып шығады. Сендер де результатқа ойнауға шығасыздар ма? Олар да результатқа ойнауға шығады. Біз де ұтамыз, біз де 3 очко аламыз деген сияқты. Түсінікті ғой? Қарсыластың күшін мойындау керекпіз. Күшті қарсылас бұл дамуға мүмкіндік. Осыны қайталап айтамын. Күшті қарсылас бұл дамуға үлкен мүмкіндік. Қалай түсініп отырсыңдар? Абей. Күшті қарсылас бұл дамуға мүмкіндік. Үлкендерге ойнасам, өсесің. Ладно. Нәтижеге қарамастан тұлғаға құрметпен қарау. Ладно, сендер ұтып алдыңдар. Олар мәселе жоқ, жатыр жерде, жылап жатыр кейбіреулері. Сонда да нәтижеге қарамастан тұлғаға құрметпен қарау керекпіз. Барып көрсетіп, жұбату керекпіз. Түсінікті ғой? Ештеңе етпейді, айтасыздар деген сияқты. Түсінікті ма? Нәтижеден кейінгі лайықты мінез-құлық. Жеңілістен кейін жеңілгендерді қорламай, құрмет көрсету керекпіз. Жеңілістен кейін қарсыластың күшін, агрессиясын және ақтаусыз мойындау керекпіз. Ладно, олар бізді ұтып кетті, біз ұтып қалдық. Выйдите вдвоем. Тыңдамайсың ба, Мансұр, баш? Онда тыңда. Сен үшін түсіндер үшін түсіндіріп отырмын. Қара. Қарсыластың күшін, агрессиясын және ақтаусыз мойындау керекпіз. Ладно, олар бізді ұтып кетті. Біздер оларға агрессиямен жауап бермей, керісінше қолымызды беріп, молодцы деп шығарып салу керекпіз. Түсінікті ғой? Следующий ролик. Және жанкүйерлермен және ата-аналармен қарым-қатынастарды дұрыстау керексіздер, балалар. Балалар мен жасөспірімдер футболында жанкүйерлердің рөлі ерекше маңызды. Себебі кәсіби спорттан айырмашылығы мұнда көрермендер ортасы көбінесе сендердің ата-аналарың, сендердің бағанағы кластастарың, отбасы, достарың, құрдастарың келіп ойындарында қарауы мүмкін. Түсінікті ғой? Сондықтан ерте жаста жанкүйерлермен өзара әрекет тек жарыстың сыртқы фоны емес, футболшының психологиялық және адамгершілік дамуына әсер ететін маңызды факторға айналады. Көрермендер ортасының позитивті әсері. Салауатты жанкүйерлік мәдениет жас футболшыға келесі қасиеттердің қалыптасуына ықпал етеді. Ұжымға тиесілі екенін сезіну, эмоциялық тұрақтылық, өз күшіне сенімділік, жарысқа позитивті көзқарас, ойын үдерісіне құрмет, қолдаудың құндылығын түсіну,
назар мен мойындауға деген ризашылық сезім. Жанкүйерлердің негативті әсері. Бағанадай, баладан міндетті түрде жеңіс күту. Түсініп отырсыздар ма? Балалар осыны дұрыстап мұқият тыңдап алыңдар. Бана жанкүйерлер деген біз көбінесе кім болады дедік бізде? Ата-аналар, достарың, құрдастарың, бірге үй жақта ойнап жүрген балаларың сендерге жанкүйер болуы мүмкін. Сол кезде олар сендерден көп нәрсе тілеп кетіп қалады. Баладан міндетті түрде сенен чемпион, сенен міндетті түрде жеңіс, победа күтіп қалуы мүмкін. Түсінікті ғой? Ол кейде болады, кейде болмай қалуы мүмкін. Трибунадан жаттықтырушы нұсқауларына қайшы айқайлау. Біз бұл жақтан басқа подсказка беріп жатамыз. Сендердің болельщиктер бұл жақтан басқа подсказка беріп жатады. Түсінікті ғой? Поляда айтатыны сол. Поляда бізден басқа ешкім тыңдамаңдар. Өздерің білесің, не жасау керек екенін деген сияқты. Түсінікті ғой? Так, қарсыластарын қорлау. Баласының қателігінен кейін эмоциялық айыптау. Ондай бәріміз көріп жатыр. Жеңіліске ашық наразылық білдіру. Мынаны айтқаннан примерно түсініп жатсыңдар ғой, да? Давай следующий. Фейрплей қағидаларын тәрбиелеу әдістемесі. Адал ойын қағидаларын бір реттік әңгіме. Киім ауыстыратын бөлмедегі плакат немесе жиналыстардың формаларды ескерту арқылы қалыптастыру мүмкін емес. Фейрплей бұл жай декларация емес, күнделікті жаттығу процесі енгізілуі тиіс. Педагогикалық жүйе. Құндылықтарды тәрбиелеу мақсаты жүйелі және әдістемелік тұрғыдан ұйымдастырылуы болуы қажет. Құндылықтар әрекет арқылы жүзеге асуы тиіс. Қарсыласты құрметтеу керек деп айту жеткіліксіз. Түсініп отырсыздар ма? Ол просто сөз. Оны іспен дәлелдеу керек. Ойыншы бұл қағиданың мінез-құлықты нақты қалай көрінетінін түсінуі қажет. Мысалы, қарсыласқа құрмет көрсету дегеніміз дұрыс ойын байланысы, арандатуды болмау, қақтығыстан кейін көмектесу, ойыннан кейін лайықты мінез-құлық көрсету, келемежеуде болмауы, қарсыластың жақсы ойынын мойындау, тек қана нақтылық қана құндылықты дағдыға айналдырады. Тұрақты кері байланыс. Жаттықтырушы тек техника, тактика әрекеттерді ғана мінез-құлықты да бағалауы тиіс. Құрметпен өзін-өзі ұстай білуді көрсету керек. Балдар адалдықпен серіктестікке көмектесеміз. Жеңілісте жетілген түрде қабылдау. Проиграли деген сияқты. Оны дұрыс қабылдап білу керекпіз. Жеке үлгі арқылы көшбасшылықты таныту керекпіз. Осылайша сендердің характерлерің, сендердің құндылықтарының маңыздылығы бекітіліп бастайды уже. Жаттықтырушының жеке үлгісі. Ол сіздерге керек емес. Командалық мәдениет. Вот, балдар, пайдалы тәжірибелер. Қарсыластармен міндетті түрде сәлемдесу. Қол беріп амандасамыз любой жерде. Матчтан кейін алғыс білдіру. Любой команда ойнап болғасын. Окей, пожалуй, қолданды берді балдар деп айтамыз. Вот, осы бәрі осы жақта көрсетілген. Командалық кодекс, ойын құндылықтарын апта сайын талқылау. Фейрплей әрекеттерін мойындау керекпіз. Адамгершілікке қатысты ойын жағдайларын талдау керекпіз. Капитандардың, лидерлердің міндеттерін күшейту керекпіз. Түсініп отырсыздар ма? Жаттығу процестен интеграциялау. Вот, фейрплейді біз жаттығуға қалай енгіземіз? Тренировочный процесске. Өзара әрекеттесу тәртібі. Эмоциялық реакцияларға бақылау. Үйінде болсаң оны бір-біріне қырылып сылдырып жатасыңдар. Сондай кезде эмоцияларды бір-біріне бақылау ұстау керексіңдер, эмоцияларды. Адал шешім қабылдауға арналған ойын тапсырма, командалық қолдауды дамыту жаттығулары, қақтығыстар мен жұмыс, вот стыктар, кері байланыс пен коммуникация міндеті. Давай следующий. Ойын құндылықтарының қалыптасу деңгейін бағалау. Бағанадай ғой. Тәрбиелік жұмыс. Демек шын мәнінде маңызды тек осы екен деп қоймау керексіз. Ал егер мінез-құлық нормаларда жүретуде бағаланса, онда ойыншылар да құндылықтың басқа құрылым қалыптасады. Осыған байланысты бағалау критерийлері келесідей болуы тиіс. Серіктестерге құрмет, қарсыластарға құрмет, туристерге деген қарым-қатынас, эмоциялық қысым болмау керек, құрмет реакциясы, ойынға жылдам қайта шоғырлану, тәртіп пен мінез-құлық. Өз-өзі ұстай болу керек. Эмоцияларды бақылау, өз-өзің эмоцияны бақылау керексің болған. Арандатуға реакция. Біреу сені келемежеп жатады, сен оны әкелу керексің. Ол сені провоцировать етіп жатады. Провокация дегеніміз бағанағы арандату реакциясы. Түсінікті ғой? Қателіктен кейін қалыпқа келу, қысым жағдайындағы тұрақтылық. Адалдық, ереже бұзғанды мойындау.
симуляцияның болмауы, бақылаусыз жағдайда адам мінез құлық көрсету. Бұл футболисттің бойында кездесе ма? Кездеседі. Ереже бұзды ма, қолыңа тикпейді, сен жоқ демей, қолыңа тигенде ережеңді мойындасаң, ол тоже фейерплей арасында ойынның құндылықтары жатады. Давай кет. Әдістемелік нұсқалықтар, футбол ойындарына арналған нұсқалықтар. Ауыстырайық. Қорытынды. Ойын ережелері футболдың сыртқы құрылымын қалыптастырады. Ойын рухы, оның ішкі адамгершілік мазмұнын анықтайды, каждыйының ішкі. Фейерплей спорттық күреске адамдық қадір-қасиет береді. Түсінікті ма, балдар? Фейерплей дегеніміз, фейерплей дегеніміз спорттық күрес. Сол спорттық күреске каждый адам өзінің қадір-қасиетін береді. Түсінікті ғой? Құрмет, бәсекелесі қиратушы емес, дамытушы күшке айналды. Ona құрмет элементарный балдар бір позицияда екі игроктарың бар, екі мықты игрок, екі правозащитник мысалы. Бір-бірімен конкурировать етпесе, олар өспейді. Каждый раз айтамыз, конкуренция деген сияқты. Осыған сол столда тренировкада бір-біріңді сындырмай, керісінше бір-біріңе құрмет көрсетіп, бір-бірімен конкурировать ететін болсаңдар, сендердің өсулеріңе ол үлкен пайдасын береді. Түсінікті ғой? Жауапкершілік, адалдық, құндылық. Давай, следующий. Все, балалар, рахмет. Презентация.